Лимон бізге сонау Үндістан мен Қытай жерлерінен келген екен. Кезінде экзотикалық болған бұл жеміс қазірде елімізде орнығып, халқымыздың көңілінен шығып жатыр. Лимонның пайдасы мен зиянын біліп жүрейік. Лимон жыл бойы жасыл ағаштың жемісі. Оның құрамында пектин, эфир майлары, биофлавоноидтар бар. Лимон асқазандағы қорытуға көмектесетін заттардың бөлінуіне әсер етіп, ағзаға темір мен кальцийдің сіңіруін жеңілдететін энзимдарды бөледі. Өзі қышқыл болғанына қарамастан, ол асқазан суларының қышқылдығын төмендетеді. Әрине, лимон құрамындағы С дәрумені жайлы айтпай қоймасқа болмайды. Ол жалпы иммунды жүйені жақсартып, түрлі ауруларға тосқауыл болады. Лимон ағзадан қажет емес кір-қоқыстарды шығаруға да көмектеседі. Мысалы, ұзақ уақыт дәрі, антибиотик қабылдасаңыз, лимонның көмегімен бауырыңызды улы заттардан тазартсаңыз болады. Лимонның шырыны мен қабығы антисептикалық қасиетке ие. Онымен жараларды сүртіп, ерітіндісімен тамақ шайса болады. Лимон қан құрамындағы холестерин деңгейін төмендетіп, тәбетті ашады. Лимон құрамындағы П дәрумені қан тамырларын беріктендіріп, қан қысымын көтереді. Әрине, лимонның ең танымал қасиеті жұқпалы тұмау ауруына төтеп бере алуы. Лимонның көмегімен сүйелдерді де емдеуге болады. 2 лимонның ұсатылған қабығын 30% сірке судан жарты стақан құйыңыз. Тығыз жабылған ыдыста кезеңдеп шайқап отырып, 8 күн ашыту керек. Сүзіңіз. Осы тұнбадан суланған тампонды күніне бірнеше рет сүйелдерге жағыңыз. Сондай-ақ лимонның секпілдерге де пайдасы бар. 100 грамм бал алып, 1 лимонның шырынымен араластырыңыз. Оны қоспамен дәкеден жасалған майлықтарды дымқылдатыңыз және секпілдер жабылған жерлерге 15-20 минутқа жағыңыз. Нәтижеге жету үшін үнемі маска жағуға болады. Гипотония, яғни төмен қан қысымы болған кезде, климактериялық кезеңде тамақтан соң үгітілген кофе дәндерінен 50 грамм, жарты килограмм балдан және 1 лимонның шырынынан жасалған қоспаны 2 сағаттан кейін 1 шай қасықтан қабылдаңыз. Қоспаны тоңазытқышта сақтаңыз. Бас ауырған кезде жаңа піскен лимонның қабығын алыңыз. Цедрадан тазартыңыз. Қабаққа салыңыз және бірнеше уақыт ұстаңыз. Кейін терінің үстінде лимон қабығының астында қызыл таңба пайда болады. Ол қызиды және қышиды, ал бас ауруы басылады. Босанудан кейін тазарту. 5 шикі жұмыртқаның қабығын тазартыңыз және оны 2-3 ұсақтап тазартылған лимонмен араластырыңыз. 1 күн ашытып, содан кейін жарты литр арақ қосу қажет. Күніне 3 реттен тамақ ішкеннен 20 минуттан кейін қабылдау қажет. Егер сіз тістеріңіз ақ, ал тамырлары мықты болсын деп тілесеңіз, тістеріңізді лимонның қабығымен ысыңыз. Жатырдан қатты қан кетуде 6 жұмыртқаның ақтарын жарты шай қасық лимон қышқылымен араластырып, ішіп қойыңыз. Егер қажет болса, қайталаңыз. Аяқтың табанына таңертең және кешке лимонның шырынын жағыңыз және жүрмеңіз. Аяқ киімді шырын кепкенше кимеңіз. Емделу курсы 2 апта. Тырнақтар икемділік пен қаттылықты жоғалтпау үшін оларға лимон шырыны мен май қоспасын жиі жағу керек. Сондай-ақ лимонның жасарту қасиеті де бар. Қабығымен 3 лимонды, 3 бас сарымсақ, 3 стакан мүк жидекті сығыңыз. 7 стакан қайнатылған сумен ашытыңыз. 2 күнге салқын жерге қойыңыз. Сүзіңіз. 400 грамм бал құйыңыз, араластырыңыз және тағы 2 күнге салқын жерге қойыңыз. Күніне 3 рет 1 ас қасықтап ішіңіз. Сонымен қатар лимонның қайызғақты емдеуде де пайдасы зор. 4 лимонның қабығын 1 литр суда 15 минут пісіріңіз. Қайнатпаны сүзіңіз. Шашты қайнатпамен аптасына 1 рет шайыңыз. Лимонның денсаулыққа пайдасы туралы ақпараттар Массагет KZ сайтынан алынды.